Бисмилля. Бауыр, жаңа E4 жанған кезде, мынау сенің котелың ғой. Осы сенің котелың. Котел астында екі шуруп болады. Мына жерде екі шуруп болады. Крышкасын ашасың. Крышкасын ашайық, қазір қоя тұр. Крышкасын ашамыз. Ашқаннан кейін мына біреу несін суырып тастайсың, мынаусын суырып тастайсың. Шетесінде компьютердің артында қазір мен жарық қосып түсірем. Не болмаса фонаригіңді алып келші, еркебұлан. Аласыз ба? Жоқ, әкелсейші бері. Жоқ, фонарикті. Мынау компьютерді қазір ұстай тұр. Мына компьютерді астында мына екі шуруп бар мына. Жерде мына екі шуруп мына шуруппен, содан кейін мына шурупты ағытасың. Ағытасың да компьютерді бері қарай құлатасың. Өзі бері қарай құлайды. Құлағаннан кейін ана жерде көріп тұрсаң, мына біреу трубада мына біреу төрт бұрышты нәрсе тұр. Төрт бұрыштыға сол төрт бұрыштыға екі не кірген, екі контакты кірген. Сол екі контактыны ажыратасың да бір-біріне жалғайсың. Сөйтіп қосып көрші. Көрініп тұр ма? Қазір көрініп, мен компьютерді ашып көрсетейін қазір. Әкеш, отвертканы берсеші. Қазір асықпа, бауыр. 1 минуттық жұмыс. Сабыр етіңдер. 1 минуттық жұмыс. Мына компьютерді бері қарай құлаттым. Мына осылай болады мына. Компьютерді бері қарай құлаттым. Құлаттым да енді артында фонаригіңді әкел. Артында мына қолыңмен жақшы мына жерге. Фонарикті берші. Мынау міне. Мынау қазір ескісіп болсын. Мына біреу төрт бұрышты нәрсе бар. Осы төрт бұрышты нәрсенің екі контактысын бір-біріне жалғай саласың. Ұстай тұршы, фонарикті жарқыр осылай. Қазір мына жерден онша көрінбей тұр. Бері шығарайық та. Тоқта, шығарма оны. Запись жазылып отыр кім? Міне енді әкел фонаригіңді. Міне мен қолыма түсірші. Міне осының екі контактысын бір-біріне жалғай сал. Сол кезде пешің қосылады бұйыртса. Болды. Давлениені манометрмен қарап тұрасың.